Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге дәмі тіл үйретінде жасалу жолда өте оңай шоколадты творожный пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Сникерс творожный пирог деп айтсаңыздар да болады. Дәмі сникерстің дәмін беретіндей өте дәмді, жұмсақ, нежный, үйіңіздегілердің барлығына ұнайтындай дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Біз ең алдымен тестасына кірісетін боламыз. Барлық құрғақ ингредиенттерді араластырып алып, содан соң сұйық ингредиенттерімізді сала отырып, жұмсақ қамыр илеп алатын боламыз. Керекті ингредиенттердің барлығын граммдарына дейін описаниеда жазып қалдыратын боламыз. Сол жаққа өтіп қарап көрсеңіздер болады. Қамырымызды илеп болған соң, начинкасын дайындап аламыз дегенше тоңазытқышқа жіберетін боламыз. Содан соң бірден начинкамызға кірісеміз. Бізге керек болатын ингредиенттер творог, қаймақ, жұмыртқа, қант және де крахмал. Барлығын блендермен жақсылап араластырып, бір келкі масса етіп алатын боламыз. Егер блендер болмаған жағдайда миксермен араластырсаңыздар болады. Миксерде болмай жатса, вилкамен немесе пюре езгішпен жақсылап езіп, бір келкі масса етіп алсаңыздар болады. Мен осылай қалып қолдандым. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кез келген қалып қолдансаңыздар болады. Менде диаметрі 24 сантиметрлік қалып. Сонымен біз қамырымызды бір келкетіп астынан төсеп алып, шеттерін шығарып, яғни бортиктерін шығарып, үстіне начинкамызды құйып, бетін жақсылап тегістеп, 180 градуста 45-50 минутқа жіберетін боламыз. Құрметті қыз-келіншектер, менің арнама жаңадан келген қонақ болсаңыздар, тіркеле өтіңіздер, өйткені менің арнамда күнделікті жаңа видео рецепт шығып отыратын болады. Жіберіп болмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ал менің рецептім ұнап жатқан болса, лайк бас, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сонымен біздің пирогымыз дайын. Пісіп шыққан соң бірден бетінен ганажын құйып алатын боламыз. Ертіп алынған шоколадпен, ертіп алынған сармайымызды арахиспен бірге араластырып, пирогымыздың бетінен жағып шығатын боламыз. Шоколадтың сапасы жақсын қолданғандарыңыз жөн, алайда Қазақстан шоколадын қолдануды ұсынбаймын, өйткені ол қышқыл дәм беретін болады. Альпен Голд немесе Милка шоколадын қолдансаңыздар өте дәмді болып шығатын болады, қышқыл дәм бермейді. Сонымен ганажымызды жағып болған соң бір түнге холодильникке қалдыратын боламыз, немесе 2-3 сағатқа қалдырсаңыздар да болады. Сонымен біздің формасын өте жақсы ұстайтындай дәмі тіл үйретінде жасалу жолда оңай пирогымыз дайын. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Барлығына ұнайды деген сенімдемін. Видео ұнаған болса лайк бас, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ас болсын!